Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің арнаға қош келдіңіздер. Әпкен қайда? Анда шашын түптеп жатыр сабаққа. Сабаққа дайындалып жатыр ма? Иә. Қайсы әпке? Қайсы шашын? Қайсы шашын көрейін? Маған қара. Не деген шаш десеш. Мен күнде түптеп бер. Қойш, қолыма кетті. Әдем, сен неменеге түктейсің? Кішкентайсың. Қалдарыңыз қалай, достар? Әдемі? Ертең мен Көркемнің шашын барып қидыртамын. Менің де. Саған не керек, сен қимайсың. Менің андай қызыл шашым болып еді, достар. Соны мен қиғам, шашы қисық-қисық. Мен саған түптеп қоямын. Күшті болды шашың. Парикмахерскеге апарсақ, вообще күшті болды. Жаман болды шашы. Өзіңнің шашың жаман. Өзіңнің шашың. Ей, Не? қырылыспа. Қой. Қойсай болды ұра бермей. Сен қой. Сен ғой бірінші бастаған мен емес. Сен. Көркем болды. Әдемі. Тұрған жерім бар. Не қылды Көркем? Мен де өзі ғой бірінші бастаған маған айғалып. Не деп айғалады? Сенің шашың жаман. Енді шын ғой, қисық-қисық кестім ғой мен. И что? Сосын мен дұрыстап апарып кестіреміз парикмахерскеге. Мен барам парикмахерскеге. Сен бармайсың. Не қылды жылынып? Жөндеп отыр. Отырсай жөндеп не қылды? Әдемі? Ақылы көп, айта ғой. Айт келе ғой. Кеш маған кеш. Не істеді? Шымшыды? Одан мені шымшыды ғой. Сені не шымшыды? Мен ол шымшыды, одан мені шымшыды. Сөйтіп, әпке мен сіңілі қырылысуға бола ма? Я. Болмай. Болмай? Неге онда қырылысатсың? Шаш үшін қырылысып атсыңдар ма? Өзі ғой. Бергел әдемі. Ей. Әдемі қойшы. Әдемі қой. Апаға айтпаймыз. Әдемі. Яғылды жаным менің. Күнім менің. Айтшы не қылды? Шымшып атыр анау. Анау емес, әпке. Енді шымшып атыр ғой. Неменеге? Сен өзің шығарсың зағылдырған. Өзі шымшып атыр. Дұрыс қой, енді мен әпкенің шашын барып дұрыстап кестіруім керек. Мен де шашым. Сенікі и так-та түзу. Просто әпкенің шашын ұшын қиған, мен сол қисық болып қапты. Барып дұрыстап кестіру керек. Сен ондай бұзық болмай, е? Ақыл көп. Әдемі. Не істеу керек? Әдем білесің ба, мен жастарға қамама екі рыстым ғой. Мен сол үшін қырылсыңдар енді. Мен жасатпаймын, мама білесің ба оны еді. Ішіңді тарап жина. Тез уақыт болды. Кайф бар он. Кайф қой. Бол шаштарың тарандар. Тара. Мен кекірімші. Екеуің неге бір-біріңнен кешірім сұрамай атсыңдар? Праздник! Бисмилля. Жөндеп құшақтасыңдар. Тұр әдемі. Бисмилля. Мы добрые мы. Мы добрые. Екеуің енді қырылысасыңдар ма? Неге қырылысыңдар енді үйтіп? Ağzını kırganı olsun. Біздің үйдің қызған шағы.
Көркем шашын қиса бұл да қию керек. Көркем кекілін қиса бұл да қию керек. Көркем шашын бояса бұл да бояу керек. Енді жазда көркем тырнағын жасайын дейді, бұл да значит жасау керек. Неге сен сондайсың? Сау. Неге? Сен ондай болма. Мен боям. Болма, я? Мен маникюр жасатамын дедім. Маникюр жасата бермеймін. Каникулда просто бір рет қана жасатады. Неге қолың ауырады? Өт мен қолым. Маникюр ама, я? Сен әлі кішкентайсың. Просто көркем жасатқым келеді, соны арманым дейді. Сол үшін бір рет жасатып көреді, болды, я? Әйтпесе екеуің де әлі кішкентайсыңдар. Мен просто андай маманың сияқты зыңғып жасамаймын. Жай артық жерлерін кестіріп түзетеді. Мен негізі жаңа видеоны бастағанда просто екеуін түсіріп жатқам ғой. Сойтып екеуі қырылысып шаш үшін. Қайдан ғана түсірдім дедім ғой. Би қосып билейміз ба? Ондай барлық әпкелесің өнерде болатын шығар, я. Бірақ сразу татуласып алды екеуі ақылды. Ал асылым билеймін, өлең қосыңдар дейді телевизордан. Асылымға өлең қосыңдар, 18-де едің дегенге билейді. Айдахар дегенге билейді. Шиман апаға билейді, я? Әні би, бол, пульт қайда, пульт әкеліңдер. Пульт қолында тұрады. Пультты ұстап алып, таңнан кешке дейін клип көреді, өлең көреді. Иә, жаным? Таң айта тұра салысымен осы да пульт. Жан. Бізге екі қыз кетті сабаққа. Ал асылымды ұйықтатып жатырмын. Ұйықтатпасам уже жылап кетті. Қазір мен үй жинауым керек, стол жинауым керек, кешкі ужиным бар, уже соның бәрін қас жасап ұстамасам түк істетпейді қазір. Жылайды, көтер дейді. Сонымен балапан ұйықтады. Достар, всем пока-пока.